Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Осы видеода мен сіздерге Нұх пайғамбардың өміріндегі ең маңызды сәттермен бөліскім келіп отыр. Өте қызықты видео болады деген ойдамын. Ал бисмиллах бастайық. Білесіздер ме, ең алғашқы пұттарға, тастарға табыну Нұх пайғамбардың кезеңінен басталған. Ал қалай болды, соны бастайық. Ол тастардың аттары болған, мысал ретінде Манат, Уза деген сияқты. Ол тастардың аттары адамдардың аттары болған. Яғни тастарға табынып жатқан, мысалы жаңағы Манат деген тасқа табынам, немесе Уза деген тасқа табынам деген, олар кезінде кәдімгідей адам, Аллаға мойынсұнатын, халық арасында беделді, мінездері жақсы, халыққа көп жақсылық жасаған адамдар болған. Және де ол адамдар қайтыс болған кезде халық қимаған, туған туыстары қимаған, сол кезде шайтан жаман ой салған, яғни бүкіл халыққа: сендер осы адамдардың тасын жасаңдар да, және де аптасына бір рет жиналып, сол тастың жанында отырыңдар еске алып деп. Одан кейін мынандай ой салған: енді ол тасты сендер әрқайсың өздеріңе жасап, үйлеріңе апарып қойыңдар, және де сағынған кезде сол тастармен сөйлесесіңдер деген. Көрдіңдер ма шайтанның айласын? Сөйтіп адамдар үйлеріне де апарған, кейін ол ұрпақтан ұрпаққа кәдімгідей табынып кеткен сол тастарға. Көрдіңдер ма? Кішкентай бір ойдың әсерінен осындай үлкен Аллаға серік қосу пайда болған болатын. Нұх пайғамбар тастарға табыну, Алладан бөгде заттарға табынуды жою үшін, және де ең басты адамдарды Аллаға табынуға ғана шақыру үшін жіберілген пайғамбар әрі елші. Жер тарихындағы ең алғашқы елші Нұх пайғамбар болған. Ол адамдарды 950 жыл бойы Аллаға табынуға, тек Алланы ғана бір құдай ретінде тану үшін жіберілген болатын. Бірақ 950 жыл бойы өте аз адам ғана оның артынан ерген, яғни Алланы ғана бір Алла құдай ретінде санаған. Өте аз адам. Енді қараңдар, бұл жерде ойлар туы мүмкін. Бұл жерде басқаша жеткізу керек пе еді адамдарға? 950 жыл бойы мүмкін емес. Мысалы, Аллаға шақырудың әртүрлі тәсілдерін қолдану керек еді деген сияқты. Бұл туралы Құранда да айтылып кеткен. Нұх пайғамбар айтқан: Аллах тағала, мен оларды жария ретінде шақырдым, тіпті қатты да шақырдым, жұмсақ та шақырдым, құпия, жеке сөйлесіп те шақырдым, бірақ олар мені тыңдамады. Сен туралы, яғни Алла туралы айтқан кезде құлақтарын жаба бастады. Олар мүлдем тыңдаған жоқ дейді. Нұх пайғамбар бүкіл тәсілін қолданған адамдарды ислам дініне шақырудың, бірақ өте аз адамдар ғана келген. Және де отбасынан да баласының өзі, даже әйелінің өзі деп те айтады, деректерде исламға келмеген, яғни Аллаға серік қосатындардың қатарында болған. Және де содан қатты күйзеліп, Нұх пайғамбар Аллаға дұға жасайды: Аллахым, бұл өмірде саған мойынсұнбайтындардың барлығын жойып тасташы дейді. Оларды көзін құртшы дейді. Сол кезде Аллах тағала оның дұғасын қабыл етеді де жер бетіне топан су жібереді. Яғни аспаннан жаңбыр жауады. Ол жаңбыр өте көп мөлшерде жауады. Әлемде ондай жаңбыр ешқашан одан кейін жаумаған екен, оған дейін де жаумаған. Сол кезде оның бала шағасы кетіп бара жатқанын көріп: Аллахым, менің баламды аман сақтап қалшы деді. Сол кезде Аллах тағала: жоқ, сен өзің дұғаңда айтқансың, Аллаға бағынбайтындардың барлығын, яғни Алла тағала маған бағынбайтындардың барлығын жойып таста деп өзің айтқансың деп, Нұх пайғамбар Аллах тағалаға мойынсұнып, тіпті өзінің баласынан да айырылған болатын. Оның бала шағасы да, әйелі де Аллах тағала мойынсұнбай, Алланы бір құдай ретінде санамай, осындай үлкен топан судың астында қалған. Және де ол топан судан құтқарылған тек Нұх пайғамбардың артынан ергендер, және де жан-жануарлар. Және де Аллах тағала айтқан: жануарларды ұрғашысы еркегі ретінде осындай пара қылып салып жина деген. Яғни жер бетінде одан кейін де ұрпақ ретінде, мысалы, олардың да нелері таралу үшін, размножение дейді ғой, сондай болу үшін Аллах тағала тура солай айтқан. Адамдар да таралған, және де ол топан су бірнеше айға созылған. Енді оның біткенін, яғни жер бетінің құрғағанын қалай білген? Бір құсты жіберген, мысалы, қайықтың кішкентай форточка дейді ғой, форточкасын ашып бір құс жіберген, ол құс оралмаған. Тағы да бір құсты жіберілген, оралды, бірақ бұтақ па сондай ұстап алып келіп оралған. және де тағы да бір құсты жіберген кезде ол прям ешқандай су болмай жақсы оралған.
бұдан нені түсінуге болады? Мысалы, бір құс оралмаса, ол кезде, значит, топан су әлі кетпеді. Екінші құс бұтақпен оралды, значит, топан су ағаштардың кейбір жоғарғы бөліктері уже құрғаған, бірақ полностью емес. Ал үшіншісі құрғақ болып келген кезде жер беті толықтай құрғағанын және де шыға беруге болатын түсінген болатын. Енді осы топан су аяқталғаннан кейін Нұх пайғамбардың қанша жыл өмір сүргені бізге беймәлім, яғни белгісіз. Нұх пайғамбардың кеңесі тоқтаған жер Аль-Джуди деген тау, ол Турцияның бір бөлігінде орналасқан. Одан кейін Нұх пайғамбардың қанша жыл өмір сүргені бәрі бізге белгісіз болып қалады. Бірақ біз осыдан нені түсінуімізге болады? Қараңыздар, 950 жыл бойы упорство дейді ғой, орысша айтқанда, ренжімеңіздер орысша сөйлегеніме. Яғни табанды болған, бүкіл тәсілдерді қолданған. Соңында ғана Аллах тағала дұға еткеннен кейін хайырлы, яғни Алланың артына еретіндер ғана аман қалған болатын. Сондықтан да біз Нұх пайғамбардан осындай табандылықты үйренуімізге болады. Осы және де әртүрлі тәсілдерді қолданған. Сондықтан да белгілі бір іс жасағанда тек бір тәсіл емес, әртүрлі тәсілдерді, Алла тағала рұқсат еткен тәсілдерді қолдануымыз керек болатын. Видео осымен аяқталды. Нұх пайғамбардың өмірбаяны сіздерге түсінікті болды деген ниеттемін. Мен кейбір бөліктерін айтқан жоқпын, бірақ басты мақсатым осы историядан маңызды өздеріңізге инсайт болатындай, және де Нұх пайғамбар туралы білетіндей, Аллаға жақын болатындай түсінікті болсын деген ниетте болдым. Осымен видео аяқталды. Баршаларыңызға ассаламу алейкум.